Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді болып шығатын хачапури по-аджарски жасаймыз. Жасалу жолы өте оңай, әрі заттарды қолжетімді. Ол үшін ең алдымен қамырына жылы сүт, жылы су, 1 чайный ложка тұз, 1 ас қасық қант, дрожж, кішкене араластырып аламыз. Ұнымызды салып, бірінші жақсылап қолымызбен илеп аламыз. Қамыл қалып кетпесін. Илеп болғаннан кейін сұйық майымызды құйып, тағы 5 минуттай илейміз. Көп илесеңіздер қамырдарың соғұрлым көтеріліп, әдемі болып піседі. 45 минутқа қойып қоямыз ашығанға, жылы жерге. Салмасына солонгони сыры, болмаса моцарелла сырын қолданасыздар. Осылай теркадан өткізіп алдым. 45 минуттан кейін осылай қамырымыз 3 есе көтеріліп ашиды. 3 бөлікке бөліп алдым теңдей. Бір бөлігін осылай домалақтап аламыз қолдарымызбен, сосын осылай жайып шығамыз. Қатты жұқа қылып жаймаңыздар. Жайып алғаннан кейін 3-ке бөліп алған сырымыздың бір бөлігін осылай үстіне сеуіп шығамыз. Сосын қамырымызды түйіп аламыз. Түйіп алғаннан кейін теріс қаратамыз, видеодағыдай қылып. Өткір пышақпен ортасын осылай кесіп шығамыз. Қатты шетіне жеткізбеңіздер, өйткені сыры ашылып кетіп, сыртына қарап шығып кетуі мүмкін. Осылай қолдарыңыздан кішкене жанына қарап, итеріңкіреп, кішкене хачапури формасына келтіреміз. Үстіне тағы да кішкене сыр салдым. Дайын болған хачапуриімізді листтің үстіне қойып, алдын ала қызып тұрған 250 градус температурада пешкеде 10 минут пісіріп аламыз. 10 минуттан артық ұстамаңыздар, хачапуриіміз күйіп кетуі мүмкін. Айта кететін бір жағдай, бұл жаңадан ашылған парақша. Қазақша футболкқа кішкене осының үлестеріңізді қосып, тіркеліп алыңыздар. Үнемі жаңа рецепттер, ерекше рецепттер салып отырамын. Соңында осылай жұмыртқаның сарысы, сары майымызды қойып, тағы 1 минут, 2 минутқа ғана пешкеге бір салып аламыз. Сонымен өте дәмді хачапури по-аджарскийіміз дайын болды. Жұмсақ болып піседі. Міндетті түрде жасап, жанұяларыңызды қуантыңыздар. Рецепт мынау біліп басып, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Ас болсын.